Байтерековтар жанұясы Алматыдан Калифорнияның Торренс қаласына тұрғылықты тұрып балаларымызды оқытуға осы жылдың шілде айында келгенбіз. Әлемнің қай түкпірінде жүрсек те, қазақ өз тілінен, салт санасынан айырылмай, өзін өзі анықтай алатындай деңгейде жүрсе екен дегенді жас буынға айтпақпыз. Алматыда бақытты ұямызды құрып, абыроймен тірлігімізді жасап, ел қатарлы бала-шағамызды өсіріп келдік. Ендігі белес сол жас ұрпақтың арман тілектерін орындау. Осында көп жылдар бойы тұрып жатқан қазақтың мықты жастарына айтармыз: ұлттық санадан айырылмай, үй ішінде қазақ тілін қолданып, келешекте Америка құрама штаттарында білімді де білікті қазақ ұрпағын аман есен тәрбиелей берулеріңізді тілейміз. Бірлік бар жерде тірлік бар. Қазақтың бірлігі нығыз болсын деп, моңғолиялық қазақ ақынының өлең жолдарымен аяқтайын. Қазақ болып туғаныма мақтанам, қастерлі атты жоймас үшін сақтанам. Қазақ деген халқым, өзі ата-анам, туыстарын, тұлпарларын баптаған.